Расымен де бір кездері атағы дүркіреген Үйде жалғыз қалғанда фильмі әлі күнге көрерменін жоғалтқан жоқ. Керісінше фильмнің бас кейіпкерін сомдаған Маколей Калкиннің жеке өмірі жұртшылықты қызықтыра түскендей. Сонымен, кішкентай актердің кинодағы қадамы қалай басталды? Сәлем достар, пайдалы ақпарат арнасына қош келдіңіздер. Маколей Калкин Нью-Йорк қаласында 1980 жылы дүниеге келген. Отбасындағы 7 баланың үшіншісі. Анасы қарапайым телефон жөндеуші, әкесі шіркеу қызметкері болатын. Ұлдарының бойындағы қабілетті байқаған ата-анасы оны алдымен балаларға арналған театр мектебіне оқуға апарады. Өте сүйкімді әрі туабітті актерлік қабілеті бар бала жарнама агенттіктерінің көзіне түседі. Сөйтіп, бар жоғы 4 жасында жарнамаға түсіп, ақша таба бастайды. 6 жасында оның жеке агенті, 9 жасында адвокаты болған, ал 10 жасынан бастап киноға түсуге шақыртулар ала бастайды. Талайлардың жүрегін жаулаған сүйкімді балақай, Гибралтардағы зымыран, таңертең кездескенше атты кинофильмдерінде алғашқы рөлдерін ойнайды. Әсіресе, Ағатай Бак комедиясында баланың таланты айқын байқалады. Осы фильмге түсу барысында ол белгілі суретші Джон Хьюсттың көзіне түседі. Джон Хьюст оны алғаш көрген кезде-ақ Үйде жалғыз қалғанданың басты кейіпкері Кевин Макалистерді тапқанына қуанады. Сөйтіп, Макалейдің жұлдызды шағы басталады. Үйде жалғыз қалғанда фильмі жарыққа шығысымен Макалейдің танымалдылығы бірден арта түседі. Дегенмен ол кезде кішкентай актер қанша дегенмен бала еді. Бала кезінде түскен кинолары жөнінде сөз еткенде ол жасым кішкентай болғандықтан қандай адамдармен бірге жүргенімді де білмейтінмін деп еске алады. Үйде жалғыз қалғанда фильмі Америка кинопрокатында $300 миллион пайда келсе, әлемдік кинопрокатта $200 миллион тапты. Маколей де осы фильм арқылы $100 мың ақш табады. Кішкентай жұлдыз әлемдегі миллиондаған жанкүйерлердің сүйіктісіне айналады. Осы фильмнен кейін Маколей жылдың үздік бала актері атанады. Сонымен қатар табысы ең жоғары жас актер ретінде Гиннестің рекордтар кітабына енеді. Маколейдің менеджері әрі агенті әкесі Кит Калкин болатын, бірақ ол Маколейдің пікірімен еш санаспайтын еді. Тіпті Маколейдің келісімсіз-ақ барлық режиссерлармен келісімшартқа отыра беретін. Себебі оны ұлының шығармашылық өсуі емес, тек қаламақысына ғана қызықтыратын. Өйткені бұған дейін олардың тұрмыс жағдайлары өте төмен болатын. Ал Маколей болса, сабағына үлгере алмай, оқу мен театрдан мүлдем қол үзеді. Тіпті кейде қатты шаршағанда өзге қарапайым балалар секілді өмір сүруді армандайтын. Ақша үшін ұлын азапқа салып қойғанын түсінген анасы 1995 жылы ажырасуға шешім қабылдайды. Тіпті баласының киноға түсуіне қарсы болады. Оның бәрі Маколейдің карьерасына кері әсерін тигізбей қоймайды. Сөйтіп ол бірнеше жылға дейін киноға түсуден бас тартады. Бұл жайында Маколейдің өзі де жанкүйерлерім мені көшеден көрген кезде міндетті түрде мына 1-2 сұрақты қояды. Бірі, сен қайда жоғалып кеттің деп таңырқаса, енді бірі өсіп кетіпсің ғой деп таңғалады дейді. Өкінішке орай, Америка бұқаралық ақпараттар құралдарының хабарлауынша, Маколей Калкин есірткіге тәуелді болып, бірнеше рет өлім аузынан қалыпты.